1891 жылы 25 қараша күні түркі жазуының құпиясы ашылды. Белгілі дат ғалымы Вильгельм Томсон Дания корольдік ғылым академиясының мәжілісінде Орхон және Енисей өзендері бойынан табылған көне ескерткіштердегі құпия жазуды оқудың кілтін тапқандығын хабарлаған болатын. Атаулы күнге орай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында түркі халықтарының жазба тарихы атты тарихи сағат өтті. 25 қараша түркі дүниесі күні 2022 жылы түркі мемлекеттерінің ұйымы шешіммен белгіленген күн. Бұл күн түркі халықтарының бірлігі мен мәдениеті, ортақ тарих мен құндылықтарын насихаттау мақсатында атап өтіледі. Данияның ғалымы, Копенгаген университетінің профессоры, атақты лингвист, талантты ғалым Вильгельм Томсон, Гейкельдің, Радловтың, Орхон Енисей бойынан тапқан күлтегін жазуының екі стампажды оқып, осы бұл уақытқа дейін оқылмай келген көне түркі жазуын оқыған болатын. Ол Вильгельм Томсон осы көне түркі жазуын оқыған кезде өзінің әдіс тәсілімен бұл жазудың құпиясын ашты. Жалпы түркі жазуы тарихта руна жазуы деген атпен белгіленетін. Руна деген ол құпия жазу. Вильгельм Томсонның 200 жыл бойы сырын ашпай келе жатқан көне ескерткіштен ең алдымен оқығаны тәңірі және түрік деген сөздер болған екен. Осы кезден бастап түркология тарихының жаңа парағы ашылған еді. Өз кезегінде бұл түріктанушылардың түркі жазба ескерткіштерін толық аударып шығуына мүмкіндік берді. Жазу ол өркениет. Жалпы жазу пайда болғанға дейін уақытты біз тарихқа дейінгі уақыт деп айтамыз. Ал жазу пайда болғаннан кейін жазу мәдениеттің, өркениеттің, ғылымның, білімнің дамуына, барлығына жол ашқан жазу. Әлемде төл жазуы бар елдер көп емес. Барлық халықтардың төл жазуы жоқ. Өйткені жазуды бір халықтан бір халық көшіріп, өзіне үлгі қылып алған. Ал біздің түріктердің өзінің төл жазуы бар. Сондай бақытты халықпыз, ата-бабамыз осы түркі жазуы арқылы әлем өркениетіне, әлем мәдениетіне үлес қосқан халық. Қазіргі таңда Халықаралық түркі академиясында көне түркі жазуын зерттеп аударумен айналысатын түркология, алтаистика және моңғолтану бөлімі қызмет істейді. Сонымен қатар академия тарапынан түркологияға елеулі үлес қосқан зерттеушілерге арналған Вильгельм Томсон атындағы медаль шығарылған. Тарихи сағатта оқушылар өз білімдерін ортаға салып, ойларын да жеткізді. Қазіргі уақытта сұрақтардың көбісі не үшін тойлауымыз керек? Бірінші себеп ол түркі мәдениеттерінің тарихы. Осылай біз жастарға түркі халықтар мәдениетін, тарихын түсіндіре аламыз, патриот сезім көрсетеміз солай. Және де біздің тіліміз бірдей, және де қарым-қатынасымыз достық сезімдерді көрсете аламыз. Тағылымға толы іс-шарада түркі дүниесі мен жазуларының тарихы баяндалды. Білім алушылар өлең оқып, әсем ән шырқады. Ұйымдастырушылар бұл күннің жас ұрпаққа берері мол деген пікір білдірді. Айым ғалым қызы Дошан Төлеутай, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.